Әр ұлт мінет өзіне қолайлысын, нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін. Қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың былай тұрсын. Қазақтың әрбір жігіті темір тұлпардан түсіп андасында осылай атқа мініп, өзінің ата бабасының осындай қорғап алып қалған жерін қыдырып, тамашалап, аялап қыдырғаны абзал. Осылай еліміздің табиғатын қорғайық, бағалайық. Әсіресе қазіргі мына заманда өрттен, өйткені ағаш деген тез жанып кетеді. Сосын өртті тоқтату, оны ауыздандыру оңай болмас. Және де мынау біздің кең байтақ даламызды қоқыстан сақтауымыз керек. Қыдырғанды бәріміз білеміз, бірақ сол осы табиғатты аялап сақтау әрқайсымыздың борышымыз. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, есігі байтақ даласы, алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ